Әлияса пайғамбар алейхиссалам. Құранда Әлияса туралы екі жерде айтылады. Бірі Исмаил, Әлияса, Жүніс және Лотты тура жолға түсірдік, барлығын әлемге ардақты еттік деген болса, бірі Исмаилды, Әлиясаны, Зүлкифілді есің ал, бұлардың бәрі ардақты кісілер деген аяттар. Әлияса Хазірет Исадан 8 ғасыр бұрын дүниеге келген, ал Ильяс өмір сүрген дәуір Әлиясадан әлде қайда бұрын. Хазірет Ильяс қаладан кеткен соң айналадағы ауылдарға барып, Тәуратты жасырын үйретеді. Бір күні ол бір ауылдағы кәрі кемпірдің үйіне қонаққа келеді. Кемпірдің Әлиясақ деген баласы болатын. Сол күні ол қатты ауырып төсек тартып жатқан еді. Хазірет Ильяс сол баланың науқасынан айығу үшін қолын жайып, Хақ тағаладан дұға тілейді. Дұға қабыл болып, Әлияса жазылып орнынан тұрады. Одан кейін ол Ильясқа иман келтіріп, одан Тәуратты үйренеді. Ильяс қайтыс болған соң, ол Исраил еліне пайғамбар етіп жіберілді. Әлияса алейхиссалам ғұмырының соңына дейін бар күш жігерін жұмсап, Исраил ұлдарын таухид дініне шақырды. Алайда онысынан ешбір нәтиже шықпады. Кейін Хақ тағала ақиқатқа сенбеген елге пәлекет жіберді.